Ассаламу алейкум. Той дастархандарына дайындауға болатын баклажаннан салат жасаймыз. Өте дәмді шықты. Жасап көріңіздер. Бізге керекті өнімдер осындай қара маслинный, картофельный крахмал, соя соусы, чили соусы, плавленный сыр, қалаған сырды қолдана береміз. Және брокколиді қайнап тұрған суға 7 минутқа пісіреміз, тұз салып 7 минутқа. Және салат жапырақтары, баклажан, огурцы, бір помидор көрсетуді ұмытыппын, мед керек, бір қасық, кіші қасық. Енді баклажандарымызды қатты майдаламай, ірі етіп турап аламыз. Өйткені қуырып жатқанда езіліп кетуі мүмкін. Осындай көлемде баклажандарымыз турап алдық. Енді оған тұзды саламыз. Картофельный крахмалымызды саламыз. Бір кіші қасықпен жақсылап араластырып, майға, кәдімгі простой майға, осындай көлемдегі май жетеді. Баклажандарымызды қуырамыз, жаңағы араластырып дайындап алған. Астын пәсетіп, баклажандарымыз қуырылып дайын болғанша соусымызды дайындаймыз. Чили соусын саламыз, 2 үлкен қасық. Соя соусын саламыз, 1 үлкен қасықпен. Және мед 1 кіші қасықпен саламыз. Осы үшеуімен соус дайындаймыз, жақсылап араластырып. Міне, соусымыз дайын болды. Енді огурцы тураймыз. Огурцыды да әрі-әрі етіп тураймыз, 4 бөлікке бөліп, қатты майдаламаймыз. Енді помидорымыз тураймыз, 2-ге бөліп, әр бөлігін 6 бөлікке кесіп, орталарынан бөліп шығамыз. Міне, қуырылып дайын болған баклажандарымызды үлкен ыдысқа саламыз. Үстіне помидорымызды саламыз. Огурцыды және қайнатылған брокколи. Брокколидің ірі сабақтарын салмаймыз. Үстіндегі бөлігін осылай қатты майдаламай 3-4 бөлікке бөліп саламыз. Міне, брокколиді салдық. Енді бұған салат жапырақтарын қатты жерін салмаймыз. Осылай қолымызбен бөліп, қатты майдаламай саламыз. Қара маслинныйды турап аламыз. Әрқайсысын 3 бөлікке бөліп аламыз. Осындай көлемде салатымызға салып, енді сырларымызды тураймыз. Сіздер өз қалауларыңызбен қандай фигурада кесіп алам десеңіздер, өздеріңіз білесіздер. Мен осындай 3 бұрышты етіп кесіп алдым. Салаттың бетін әрлеуге керек болады. Енді салатымызға жаңағы дайындаған соусымызды құйып, араластырып аламыз. Үлкен тарелкада 1 порция салат шығады. Осы ингредиенттерден. Міне, тарелкаға салып, құдалық той, үлкен той, кез келген тойға жасап дастарханға қоямыз. Дастарханның сәнін келтіреді. Міне, сырларды осылай айналасына қойып шығамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып тіркеле кетіңіздер.